Армысыздар, ассалаумағалейкум. Иран, Орыс, Қытай туралы соңғы сараптамамыз. Ирандағы ереуіл үздіксіз түрде үдеп бара жатыр. Бұның артында әрине Иранда демократия орнатқысы келетін күштердің, Иранның әділдік таңсаған, еркіндік таңсаған, діни радикалдық, фундаменталистік және тоталитарлық диктаторлық жүйеден әбден тойған халық тұр. Екіншісі, Иранның билігі өте сұмдық бір қастандықты ұйымдастырып жатыр. Бұл қастандықты айту қазақ халқына өте керек болып отыр. Неге дейсіздер ғой? Бұндай қастандық, бұндай арамзалық Қазақстан билігі тарапынан да бірнеше мәрте болды, ұйымдастырылды. Ал бұндай саяси арам, лас, кір және арамза сондай технологияны біздің қазақ халқы білсе, және Қазақстандағы қазақтан басқа да Қазақстан жерінде өмір сүріп жатқан кезінде неше түрлі саяси қуғын сүргіннің кезінде зорлықты түрде қазақ жеріне келген басқа халықтарда білсе, бұл Қазақстанның орнықтылығына және сол диаспоралар менен қазақ халқының ортасындағы береке бірлікке пайдалы деп ойлаймын. Иранда аталмыш мораль полициясы жағынан, яғни дін полициясы жағынан тұтқындалып, басындағы шытты, яғни орамалды дұрыс тақпады деген желеуменен тұтқындалып, қамауға алынған қыз сол уақытша қамау орталығында жан тапсырады. Себебі полицейлер оны ұрған, соққан, ең соңында жап-жас қыз сөйтіп ажал құшты. Енді осы қыздың ажал құшуына байланысты Иранда үлкен төңкеріс болып жатыр, ереуіл болып жатыр. Білесіздер, 1979 жылдан ілгергі Иран кәдімгі демократиялық бағыттағы Иран еді. Ол кезде еркіндік, теңдік бар еді. 79 жылы мынау Хамини деген сұмырай, діни фундаменталистік, радикалдық бағыттағы сұмырай Иранда төңкеріс жасап, билікті қолына алады. Енді содан бері міне Иранның халқы от пен судың ортасында өмір сүріп жатыр. Бүкіл мұнай мен газы міне шетелге өтпейді, оны сол тамтымдап Орыс пен Қытайдың шамалы жаңағы сутегін судан арзанға алатын арамза компаниялар алады. Мемлекеттің сыртқы қатынасы бірақ тоқтаған, халық аштықта. Жаңағы университеттің профессорының өзі баяғыда жылап еңіреп отырған, мен мына костюмді кигелі 20 жыл болды деп жылап еңіреп отырған. Енді ойлай беріңіздер, мемлекетте ең қарапайым тұрмыстық кепілдіктің өзі жоқ, яғни бәрі біткен, құрыған, ең қарапайым тұрмыстық. Енді осы Иранда бұл діни фундаменталдық, радикалистік осы жүйені орнатып, анығында Хомини және Ирандағы ислам төңкерістік партиясы деген осы жаңағы былайша айтқанда лаңкестік радикалдық топ Иранды шын мәнінде билеп отыр. Қанын ішіп отыр. Халықта мүлде еркіндік атымен жоқ, еркіндіктің не екенін. Енді ойлай беріңіздер. Бұл қыз, өлген қыз күрттің қызы. Ал бүкіл Иранның халқының көтерілуі бар болғаны, ол қыздың күрттің қызы болғанда емес, бұлар діни мәжбүрлікпен, діни зорлықтан тойып кетіп отыр. Енді Иранның билігі мына арамзалықты қараңыздаршы. Иракта бір регион бар, оны Күрдістан деп атайды. Ол Ирак араб, Иран парсы. Күрт араб та емес, парсы да емес. Күрт өз алдына бөлек орта шығыстағы бағы жанбаған бір үлкен халық. 70-80 миллион күрт бар, бірақ кезінде бұл күрттің интеллигент зиялылары, байлары, билеуші табы сатылып, жерлерін сатып, өздері Лондонға барып қашып кетті де, содан сол күрт міне Иранға, Иракқа, Сирияға, Түркияға күрттің жері 4-ке бөлінді де, ең соңында бұл халық сорлады да қалды ғой. Енді қараңыз. Ана күрттің қызына бола бүкіл Иран көтерілгенде, ол күрттің қызының жаңағы бір құқын қорғайын деп отырған жоқ. Мына тұрмыстың тақсіреті, еркіндік жоқ, зұлымдық, диктаторлық жүйе, әділ сайлау жоқ, халықта жаңағы өмір сүрудің деңгейі күннен күнге төмендеген, содан барып көтерілді. Ол күрттің қызы үшін шыққан жоқ. Енді Иранның диктаторлары халыққа еркіндік бергісі келмейді. Анау ислам жаңа қорғаушы күштер деген ұйым Америка жағынан террористік ұйым деген жаңағы статус алған ұйым. Қысқасы Путиннің командасы, немесе кезіндегі Совет коммунистік партиясы, қазіргі Қытай компартиясы, немесе солтүстік Кореydегі жаңағы еңбек партиясы деген сияқты, қысқасы бұлар террористік сипаттағы, секталық сипаттағы жауыз ұйымдар. Енді осы Иранның қайшылығын әдейі назарды басқаға бұру үшін, халықтың санасын басқаға аударып тастау үшін жаңағы Ирактағы Күрдістан деген регионға Иран өкіметі зымыран атып жатыр.
Енді бүкіл Иранның әлеуметтік желісінде бүкіл қайшылықты Иран халқы менен күрд халқының ортасына қарай ауыстырып жатыр. Жалдамалы жазғыштар енді күрдке қарсы әңгіме айтып жатыр. Бұл жерде не әңгіме тұр? Себебі мына ереуілдің арты, ереуіл шын мәнінде диктаторлық режимге қарсы ереуіл, еркіндікті аңсаған халықтың ереуілі. Енді бұлар соны әдейі наразылықты басқаға аударып, ең соңында жаңағы Иранның ұлтшылдары, яғни Парсының ұлтшылдары ойбай мына күрдтер, мына Ирактағы сияқты өз алдына бөлек Күрдістан, енді Күрдістанның тәуелсіздігі жоқ, бірақ Күрдістан дейтін өлкесі бар. Сол сияқты болады. Мына Түркияда күрдтер жаңағы тәуелсіздік аламыз деп әлек салғалы бәлет жыл болды. Сирияда күрдтердің қарулы күші бар. Иракта ресми түрде күрдтердің тәуелсіз болмаса да тәуелсізге пара-пар елі бар. Тіпті Ирактың басшыларының бәрі күрд болып кетті. Бүкіл Ирактың салығынан түскен табысты қазір Күрдістанды құруға жасап жатыр. Күрдістан деген енді өте дамып, өркендеп бара жатыр. Ал Ирактың халқы ең қарапайым, ең төменгі тұрмыстың өзін жаңағы қамдай алмайды. Енді сөйтіп ойбай мына күрдтер шатақ, күрдтер жаман деп бүкіл назарды күрдтерге аударып, сөйтіп мына диктатураға, дара билеушілікке қарсы тұрған Иранның халқының назарын басқаға аударып, сөйтіп күрдті жау көрсету арқылы ереуілші халықты ұлтшылдық сананы ояту арқылы өздеріне қарай тартпақшы болып жатыр. Сөйтіп ереуілді тыныштандырмақ, немесе қайшылықты күрд Иран ортасында қайшылыққа айналдырып жібермек. Бұл өте арамза жоспар, өте сұрқия арамза жоспар. Анығында Иранның халқы ол күрд қызды қорғайын деп шығып жатқан жоқ. Шығып жатқандар күрдтерде емес әуелі. Шығып жатқандар Иранның халқы, олар диктатураға қарсы шықты. Ол Иранның да деген мәжбүрлік, жаңағы діни мәжбүрлік. Құранды мәжбүрмен оқытады, дінді мәжбүрмен жаңағы ұстатқызады. Сомдық енді оны, тіпті мына дінде мәжбүрлік болмау керек. Дінде мысалы орамал тағуды мәжбүрлеу ол дінге қайшы. Дінде еркіндік. Дінде барлық нәрсеге еркіндік берген. Дінде адамның өз қалауымен болады. Біреуді мәжбүрлеп орамал таққызу, біреуді мәжбүрлеп дінге кіргізу, ол Құдайдың дінінде тыйым салынған. Себебі ол мәжбүрлікпен кірген дін, ол дін емес. Ал сол сияқты орамалды мәжбүрлеуді дінге қайшы, ал орамал тағам деген адамды мәжбүрлеп орамалды алғызу, ол да дінге қайшы. Адамдық құқыққа да қайшы. Адамдық құқық бойынша да дінде мәжбүрлік жоқ. Адамдық құқық бойынша да біреу орамал тағам десе таққызбасаң, ол да адамдық құқыққа қайшы. Ал тақпаймын дегенге мәжбүрлеп таққызса, ол да құқыққа қайшы. Сонда адамдық құқықтың заңдары, шариғаттың заңдары, бұл екеуі де бұл мәжбүрлікті ұнатпайды. Енді ойлаңыздар, Иранның халқы жоқшылықта, зұлымдықта өмір сүріп жатыр, білесіздер, жоқшылық пен зұлымдықтар. Енді мына Иранның билеуші табының осы жасаған зұлымдығын ойлап отырсаң, біздің Қазақстанның билігі де үнемі этникалық қақтығыстарды ұйымдастырады. Ұйғыр мен қазақтың ортасында қақтығыс ұйымдастырады, қолдан жасайды. Қазақ пенен күрдтің ортасында қақтығысты қолдан жасайды. Өткенде Қордайда қазақ пен дүнгеннің ортасында қақтығысты қолдан жасайды. Одан қазақ пен әрмен, қазақ пен түрік, қазақ пен шешен ортасында қақтығыстарды қолдан жасайды. Қазақ халқы дарқан халық, қазақ халқы кең халық. Әлемде қазақ халқындай кең, қазақ халқындай жомарт, қазақ халқындай әділетшіл халық жоқ. Ал қазақ билігі неге осы қайшылықтар әдейі қолдан ұйымдастырып, шулатып, оттың үстіне май бүркіп, жаңағы ойбай деп қалың кембінің жаңағы жалдамалы титушкаларын аттандырып, ойбай деп осының барын үрлейді. Неге бүкіл жаңа биліктің телеарналары, әлеуметтік желісі айғай-шу болады? Әдетте ұлттық тақырыпта шынайы бір мазмұн жазған, бір пост жазған үшін адамдарды ұстап, қамап, соттап, тура қудалап кететін билік. Ал бұндай тақырыпта не оттың үстіне май құяды? Себебі олар үнемі қазақ халқын арандататын кезде, қазақтың ұлтшылдарын соттайтын кезде әдейіге жаңағында этникалық араздықтарды тудырады. Қазақ ұйғыр, қазақ түрік, қазақ шешен, қазақ Әзербайжан, қазақ күрд, ол қыз алып, қыз беріп, құдандалы болып кеткен қазақтары ешқашан басқа жаңағы аз халықтарға тиісетін, зорлық көрсететін, әлімжеттік көрсететін зорекер халық емес. Қазақтың жігіттерінде де, қазақтың халқында да ондай мінез жоқ. Біреуге әлімжеттік жасап жатса, қазақ, ей, қой, ұят қайда дейді, Құдайдан қорық дейді, қазақ осындай. Ал осы қайшылықтардың бәрін жасаған жаңа биліктің жалдамалары. Сөйтіп олар қазақ халқының ұлтшылдарын қамата түседі, әдейіге қазақ халқын әдейіге, міне көрдің ба, егер қазақ халқы береке бірлікте болмаса, мына билікті қолдамасақ, мына басқа халықтар басымызға шығып кетеді деген бір өтірік түйсікті қалыптастырады. Сөйтіп қазақтың ұлтшылдары ойбай рас екен, мына билік жақта болайық, зұлым болса да, парақор болса да, биліктің өмірін ұзартқысы келеді ғой. Міне бұл технология.
Анығында жаңағы Қазақстанда жасап жатқан бұратана халықтардың ешқайсысы Қазақстанның халқының 80-85% ұстайтын қазақ халқының жауы емес. Және олар қазақ халқының бүкіл байлығын ұрлап, жырлап, бүкіл мұнай газын, алтын, күміс, уранын, және бүкіл жер байлығынан түскен табысты ұрлап, шетел асырушы осы бұратана жаңағы аз халықтар емес. Бұл аз халықтар өз күнін өзі көріп жүрген. Кезінде тағдыр туған жерінен бостырып, айдап, мәжбүрлеп, қырып, жойып отырып, тура осы қынадай қырып отырып, алып келіп осы Қазақстанға орналастырған халықтар. Олар және сол ең ауыр күндерінде қазақ халқының дарқандығын, көмегін көрген халықтар. Оны міне қаншама видеолар бар, қаншама тарихи құжаттар бар. Қазақтар сол кезде жаңағы екінші дүниежүзілік соғыста қолға түскен немістің тұтқындарына дейін аузында құртына дейін беріп, жаңа құртын беріп, сүтін беріп, нанын беріп жүріп, сол немістің тұтқындарына дейін аман сақтап қалған. Бос тұрылып келген кәрісіңді де, ұйғырыңды да, басқаңды да, кавказдықтарында қазақтар сонда жаңағы балаларынан жіберіп, тас лақтырған сияқты құртын лақтырып беріп, сол лагердің ішіндегі сол халықтарды тірі сақтап қалған болатын. Балаларын бағып алып, жаңа сүтін беріп, сөйтіп жүріп аман сақтап қалған. Оның бәрі тарихи дәлелдерге толы. Енді мына билік үнемі арандатады. Сондықтан мен мынау Иранның зұлымдығын айтып отырып, қазақ халқына айтатыным, биліктің арамзалығына алданбайық. Мынау ереуілге шыққан демократияны талап қылған пикетшілерді қырып жойып, қамап, тіпті сол арнаулы күндерде соларды үйінен тырп еткізбей ұстап қамап, бір белсендінің үйінің айналасына 10 полицияны қойған қазақ билігі, сол анау Қордайдағы азғандай 5 садыра дүнгенге шамасы жетпей қап, өтірік ұлтшылдар, тырнақша ішіндегі ұлтшылдар, анығында киембінің жаңа құпия қызметкерлерін өтірік ұлтшыл аттандатып, ойбай, қазақтар бірігіңдер, ойбай, қазақ мыналар қырып жойды дегізгендегі мақсат, сол қазақтың жаңағы 15 мың армиясы, 40-50 мың қарулы полициясы, жаңағы тағы 50-60 мың түгенбай жаңа қарулы құпия қызметкері, сол 5 садыра дүнгенге шамасы жетпей қалып па? Жоқ, олар қазақты арандатып отыр. Міне содан сотталған кім? Қазақ. Міне бұл биліктің үнемі осындай арандату технологиясы. Сондықтан міне жерде абай болайық. Қазақ жерінде жасаған әрқандай халық сен сол жерде туып өсті ма, келді ма, азаматы болды ма, ол шариғат бойынша алсаң да, адамдық құқық бойынша да ол Қазақстанның тең құқылы азаматы. Сен оны көзге шұқып ұрып, бір Құдайға жақпайсың, екінші халықаралық қауымдастыққа жақпайсың. Құдайдың өзі бір қауымнан өр дегенді жек көреді, бір қауымнан жаңағы үстем болсын дегенді жек көреді. Адам бендесінің бәрі бауыр. Абай атам айтқан, адамды сүй, адамзатты сүй бауырым деп дейді. Ал мынау билік үнемі арандатады. Міне Иранның билігі ирандықтар мен күрдтердің ортасына от жағып отырған себебі сол. Бұл қазақ билік жағынан да үнемі болды. Болып та келе жатыр. Үнемі жаңа қазақтар мен диаспораның ортасына от салып отырады. Сондықтан қазақ халқы бір нәрсені анық білу керек. Біздің жауымыз қазақты сорлатып отырған, қазақты аш жалаңаш қылып отырған, қазақты еркіндіктен, теңдіктен айырып отырған, қазақтың бүкіл байлығын тонап, ұлын, құл, қызын күң қылып отырған мына сұмырай билік, Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе. Біздің жауымыз сол. Біздің жауымыз жаңа сырттан келген, қазақ жерін әр тарихи кезеңде паналап қалған жаңа бұратана халықтар емес. Біздің жауымыз билік. Осыны білейік. Ал аман сау болыңыздар.